Коронавирус індеті ешкімді аяп жатқан жоқ. Кейде медицина қызметкерлерінің өздері де аурухана төсектерінен табылуда. COVID-19-ды жұқтырып, бұл сынақтан өткендердің арасында Қарасай аудандық орталық аурухананың дәрігерлері де бар. Олар қабылдау бөлімі мен балалар бөлімінің меңгерушілері Марат Абжанов пен Ажар Мұстапаева. 12 жылдық тәжірибесі бар хирург Марат Қыдарәлиұлы Алматыдағы номер 12-ші орталық қалалық клиникалық ауруханада жұмыс істеп жүріп, осы жылдың сәуір айында коронавирусты жұқтырған. Аурудың барлық белгілерін сезінген ол ең алдымен иммунитетті көтеруге кеңес береді. Жалпы әлсіздік болды, және кеуде қуысым ауру сезім болды, сол жақ кеуде қуысым және бел аймағымда ауру сезім болды. Көбінесе жаңа мен айтылған симптомдардың көпшілігі 80%, 90%-да кездеседі. Бірақ кейбір кезде әртүрлі өзгерістер болуы мүмкін. Ең басты нәрсе бұл жерде бұл ауруда иммунитетті көтеру, дистанцияны сақтау, спорт, дұрыс тамақтану, ішімдік ішпеу, шекпеу, дұрыс ұйықтап тұру. Ұйқыда үлкен рөл атқарады иммунитет көтеру үшін. Науқастардың шағымдарына байланысты кеуде қуысына жасалатын рентгенде көп күттіретін кезектің пайда болуын, қабылдау бөлімінің меңгерушісі оны қазіргі жағдайға байланысты адамдардың көп келуімен түсіндіреді. Қазіргі жағдайға байланысты ол жалғыз біздің ауруханада емес, ол бүкіл барлық Қазақстан ауруханасында осындай аздап кезектер бар. Өйткені қазір күніне қаралатын науқастардың саны өте көп. Мысалға фильтрдің өзінде күніне орташа есеппен 100 адам кеп қаралынады. Терапевтің өзіне күніне 90 адам қаралынады. Олардың бәрі негізгі шағымдары ковидке байланысты болғаннан кейін біз қазір ең бірінші кезеңде рентгенография жасалынады. Сондықтан аздап кезектер болады. Рентген бүгін 242 адам қабылданды. Өз кезеңінде Ажар Мұстапаева оқшаулы түрде үй жағдайында емделген. Педиатр дәрігер ең алдымен бай балам салмауға кеңес береді. Бір қуантарлығы Ажар Апужан қызының кішкентай емделушілердің арасында коронавируспен ауырғандар жоқ. Ең бастысы мен бұл жерден байқағаным, адам сабырлық керек екен. Алдын ала жүгіріп барып рентген өтіп, анализ тапсырып, мазок тапсырып, олай жасаудың қажеті жоқ. Себебі кішкене сабырлыққа келіп не қылсаңдар, потому что қазір кезде бұл ауру өте көп кездесіп жүр. Бұл әлемдік ауру болғандықтан бәрінде бар, барлық адамда кездесіп тұр. Бұны жеңуге болады. Егер алдын ала организм иммунитеті жоғары болса, және мына витамин қабылдаса, мен өзімді де ауырымын деп ойлаған жоқпын, себебі салауатты өмір жүргеннен кейін, және мына барлық жаңа қорғану шараларын бәрін қолданып жүргеннен кейін ауырып қалам деген ойымда да болған емес. Бірақ ауырып қалдым енді. Енді айтарым адамдарға, сол жаңа колл-центр деген бар, бізде телефон бар. Учаскелік дәрігерлерге хабарласып, солардың берген соңғы протокол бізде күнде өзгеріп жатыр. Сондықтан сол протоколдардың емін өзінің учаскелік дәрігерлері толық жақсы берсе, емделіп шығады. Балаларда үлкендерге қарағанда басқаша. Мысалы, осы басталғалы 4-5 айдың шамасына өтсе, үлкен кісілерде көп кездесіп жатыр. Және оларда балаларға қарағанда ауыр түрде өтіп жатыр. Бізде балаларда ондай болып жатқан жоқ. Бірақ бізде балаларда кездеседі. Екі жақты пневмония кездесіп жатыр, өкпесінің қабынуы кездесіп жатыр, дене қызуымен түсіп жатыр. Кейбір балаларда өздері жаңағы ешқандай шағымы жоқ, жағдайлары жақсы, ештемесі жоқ. Тек қана бір күн температура болған, бір күн жөтел болған, сондайлар болады. Әлде болмаса үйінде біреу ауырған, содан кейін баласы тексеру келген, сондайлардан ғана шығып жатыр. Және біз рентген тексерген, анализ тексерген, сол жерлерден кішкене балаларын байқап жатырмыз. Бірақ балаларда ауыр түрі кездескен жоқ. Сюжетті дайындағандар Атлан Исаева, Бақдәулет Талипов.